Келін нешеде тұру керек? Келін лазы болса бізменен тең тұрсын. Дәрет су берсін бізге, шай тамағымызды қылып берсін. Онда тұрса ше арасында. Онда Ауырып. Онда тұрса не қыламын мен? Ауырса айтамын ғой, қай жерің ауырды балам деп емдеймін ғой мен. Бірақ бола ма арасында онда тұрса? Жоқ, онда тұрса мен ырза емеспін. Кім жатады? Өлген жатады, білесің бе? Тірі адам жатпайды. 6-да тұру керек. 6-да? Онда тұрса ше арасында. Сағат 10-да тұрса қояды, ол шалқау келіп қой. Шалқау келіп болмайды ғой. Болмай ма? Бізге келін онда тұрады деген апалар керек. Таңертең келін нешеде тұру керек? Енді орташа есеппен таңғы 7-де тұрса болады негізі. 7-де ма? Онда ше, онда тұрса күнде. Онда еншіле бір енелерге жаға бермейді ғой. Ол үшін бөлек тұру керек. Сағат нешеде тұру керек? 5-6-да тұру керек. 5-6-да, таңертең ерте. Онда ұйықтаса болмай ма? Нешеде тұрасыз? Сол 5-6-да. 5-6-да ма? Бізге келін онда тұрады деген адамдар керек. Нешеде тұрасың? 9-10-дарда. 9-10-дарда? Ерте тұрмайсың. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.